Күрделі функция. Күрделі функциядан бұрын алдымен біз мынандай түрдегі функциямызды еске түсірейік. Y тең f от x. Ол бізде мысалы мынандай функция болсын. Y тең түбір астында x. Бұл бізде қарапайым функциямыз. Ал егер функцияның түрі мынандай болса, y тең f от x қосу 2. Яғни айнымалының орнында бізде функция пайда болады. Мынандай сызық функция x плюс 2. Яғни аргументтің орнына мынандай функцияны енгіздік. Онда мұндай түрдегі функциямыз күрделі функция болады. Біздің дәл мысалымызда бұл былай болады. Y тең. Қараңыздар, біз x-тің орнына, мына x-тің орнына x қосылған 2-ні жаздық. Демек, мына жердегі x-тің орнына біз x қосылған 2-ні жазамыз. X қосылған 2. Пайда болған функциямыз күрделі функция деп аталады. Енді мысалдар қарастырайық. Бірінші мысалымыз кітаптағы 10-да 2-ші есеп. Бізде былай дейді. F от x функциясы берілген. F от x тең 3x минус x квадрат. Онда бізде мына түрдегі функцияларды құрастыру керек. Шешу. Алдымен берілген жазып қояйық. Бізде функциямыз мынандай түрде. F от x тең 3x азайтылған x квадрат. Енді f от 3x функциясын жазайық. F от 3x. Қарасаңыздар, бізде мына жерде аргументтің орнында 3x пайда болды. Бізде бастапқыда x болатын, енді 3x. Яғни мына жердегі x-тардың орнына біз қоямыз 3x-ті. Тең болады. Мына 3-і өзі тұра береді, ол берілгенде көбейтілген. Мына x-тің орнына енді біз 3x-ті қоямыз. 3x алынған. Ал мына жерде x квадрат болып тұрды. Енді біз оның орнына 3x-ті қойып квадраттаймыз. 3x-тің квадраты. Қарасаңыздар, біз мына жердегі x-тардың орнына мына 3x-ті қойдық. Міне 3x. Жақсы, енді арғы мына жерде есептеуге болатын нәрселер бар. Мына жерде 3-ті 3-ке көбейту жайық, ол бізде 9 болады. 9x алынған. Мына жерде 9x квадрат болады. Біз күрделі функцияны құрастырдық. Яғни бірінші есебіміз аяқталды. Міне мына f от 3x-імізді құрастырдық. Келесі. F от 2x минус 1. 2x минус 1. Тең. Біздің берілген бастапқы функциямыз мынау. Бізде x-тің орнына 2x минус 1 қойдық. Демек, мына жерде x-тардың орнына 2x минус 1-ді қоямыз. Сонда бізде берілгенде 3-ті жаз қоямыз. 3 көбейтілген. X-тің орнына 2x минус 1-ді қоямыз. Болады 2x алынған 1. Азайту x квадрат. X квадраттың орнына 2x минус 1-ді қоямыз. Жақсы, біз күрделі функциямызды құрастырып болдық. Енді тек ақшамдау қалды. Мына жерде жақшаны ашып жіберейік. Сонда бізде болады. Мына 3 ішіне әрбір элементке көбейтіледі. Сонда бізде болады 6x азайтылған 3. Азайтылған. Енді қараңыздар, мына жерде біз квадраттау керекпіз. Алдымен квадратта болайық. Квадраттаған кезде 4x квадрат минус 1. Жоқ.
мына екеуінің екі еселенген жоқ, мына екеуінің екі еселенген көбейтіндісі 2 көбейтілген 2х көбейтілген 1 қосылған 1-дің квадраты. Ол бізде 1-ге тең. Тең. Алдымен 6х минус 3-імізді жазып қойық. Азайтылған. Жақшаны ашайық. Мына жерде плюс таңбасымен тұр, 4х квадрат, ол бізде минус 4х квадрат болады. Мынау бізде 4х минусымен тұр, ол бізде плюс 4х болады. Және мына жерде біріміз плюспен тұр, ол минус болады. Тең. Енді ұқсас қосылыштар біріктірейік. Минус 4х квадрат ешкіммен бірікпейді, ол өзі тұрады. Минус 4х квадрат. Одан кейін 6х пен 4х бірігеді. Ол бізде болады неше х? Дұрыс, 10х. Сосын бізде минус 3 пен минус 1 бар, ол неше болады? Минус 4. Болды, біз шамдап болдық. Пайда болған бізде мынау күрделі функция. Келесі бізде f от 2х квадрат минус 1. Кәне, айта қойыңыздар, қалай жазам? Бізде бастапқы функциямыз не мынандай? 3 көбейтілген Аха. 2х квадрат азайтылған 1. Жақсы. Сосын Минус 2х квадрат азайтылған 1. дұрыс. Жақсы, мен арғай мана шындап түрендірмей қойын, осы қалпында қалдырайын. Мына пайда болған функциямыз бізде күрделі функция. Жақсы, есебіміз аяқталды. Келесіне көшейік. Келесі бізде мынандай функция. Мына есепті шығармастан бұрын мынандай мысалды қарастырайық. Қараңыздар, мен сіздерге бұл мысалды көрсеткем. f от x тең болсын, мысалы, x 7 азайтылған косинус x қосылған 3. Егер функциямыз мынандай болса, онда f от гүліміз неге тең болушы еді? Егер x-тің орнына гүлді қойсақ, онда функциямыз қандай болады? X-тің орнына гүлдер болады. Иә, гүлдерді қойық. Сонда бізде гүлдің 7-ші дәрежесі болады. Азайтылған косинус гүл қосылған 3. Осы нәрсе түсінікті болса, онда келесі мысалдарды оп-оңай шығарасыздар. Қараңыздар, сонда келесі мысал бізде былай дейді. Бізде f от x және g от x функциялар берілген дейді. f от x-іміз мынандай функцияға тең дейді. f от x тең x алынған 1-ге. Ал g от x тең дейді. Түбір астында 3x алынған 2-ге. Егер f от x және g от x функцияларымыз осындай болса, онда бірінші мынаны табыңыздар дейді. f от g от x-ті. Жақсы, осыны тауып көрсетейік. Қараңыздар. Біріншісі бізде, мынаны қоша қойық, қазір жоғалтып алмас үшін. Біріншісі бізде f от g от x дейді. Кішкене былай жазып қойық, түсінікті болсын. Қараңыздар. f от x функциясының аргументінің орнында қандай функция тұр? g от x. Демек, f от x функциясының аргументінің орнына біз қоямыз g от x. Ал g от x ол бізде мынандай. Қойайық. Сонда бізде f от болады. Ал g от x дегеніміз ол бізде 3x минус 2 түбір астында. 3x минус 2 түбір астында. Тең. Енді қараңыздар, бізде f от
x функциясы міне мынандай, x минус 1. x-тің орнына біз қою керекпіз міне мынаны. Қойық. Сонда болады түбір астында 3x минус 2 азайтылған 1. Есеп аяқталды. f от g от x функциясының түрі мынандай екен. Енді келесі функцияны көрейік. Келесі бізде f от x тең. Қараңыздар, f от x дейді. Бізде f функциясының аргументінің орнында қандай функция тұр? J функция. Қандай тұр бізде? Я, f от x-тің өзі тұр. Демек, біз мына f от x-тің орнына қазір қою керекпіз мына x минус 1-ді жазайық. Сонда мына f от x-тің орнына қоямыз міне мынаны. x минус 1 тең. Енді f от x функциясының аргументінің орнына x минус 1-ді қойық. Ол бізде міне мында. x-тің орнына x минус 1-ді апарып қоямыз. Сонда x минус 1 азайтылған 1 тең болады x азайтылған 2. Күрделі функцияны құрастырып болдық. Келесі. g от x. g от x. Дәл жаңағындай. g от x функциясының аргументінің орнында бізде мынандай g от x функция тұр. Демек, мына жерде қараңыздар, бізде былай тұр. Мына жерде мынандай g от x деп тұр. Демек, мына жерде x-тің орнына g от x деп жазамыз. Сонда бізде функциямыздың түрі мынандай болады. Түбір астында 3 көбейтілген, ал мына x-тің орнына біз g от x-ті қоямыз, ал g от x бізде міне мынау. Яғни міне мынау. Сонда болады 3x минус 2 түбір астында азайтылған 2-ге. Есеп аяқталды. Демек, күрделі функциямыздың түрі осындай екен.